Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыз көп бұрыштардың жіктелуі деп аталады. Сен осы сабақта тік төртбұрышты, шаршыны және тік бұрышты, үшбұрышты маңызды белгілері бойынша жіктеуді үйренесің. Алдымен зерттеу тапсырмасын орындайық. Тік бұрыштың моделін пайдаланып, төртбұрыштың бұрыштарын салыстырайық. Не байқадық? Мысалы, әрбір тік төртбұрыштың бұрыштарының тік екенін біліп отырмыз. Барлық тік төртбұрыштардың, мына шаршының бұрыштарын өлшеп көрсеңдер, барлығының бұрышы 90 градусқа тең. Демек, бұлар тік төртбұрыштар. Барлық бұрыштары тік болатын төртбұрышты тік төртбұрыш деп атайды. Бұрыштарын өлшеп көріңдер. 90 градусқа тең екеніне көздерің жетеді. Сосын, әрбір тік төртбұрыштың түстері бірдей қабырғаларының ұзындығын өлшеңдер. Мысалы, бірінші тік төртбұрыштың бір-біріне қарама-қарсы жатқан қабырғаларын өлшеп көріңдер. Мысалы, мынау ұзындығын қызыл кесіндімен берген. Екі қызыл кесіндінің ұзындығы бірдей. Ал ені жасыл қабырғамен беріліп тұр, я? Жасыл кесінділерді өлшеп көріңдерші. Екеуінің ұзындығы бірдей. Мына екінші тік төртбұрыштың да бір-біріне қарама-қарсы жатқан қабырғаларын өлшеп көріңдер. Сонымен не байқадық? Тік төртбұрыштың қарама-қарсы жатқан қабырғалары бір-біріне тең болады. Балалар, сендер мына екінші тік төртбұрыштың енін, ұзындығын өлшеп, дәптерлеріңе сызып көріңдер. Оларды сызған кезде бір-біріне қарама-қарсы жатқан қабырғаларының ұзындығы тең екеніне тағы да көздерің жететін болады. Сосын сергіту сәтін жасап алыңдар, одан кейін үшінші тапсырманы достарыңмен бірге орындаңдар. Тік бұрыштың моделін пайдаланып, төртбұрыштардың бұрыштарын салыстырып көріңдер. Әр төртбұрыштың қабырғаларының ұзындығын өлшеңдер және салыстырыңдар. Бағанағы біз айтқан бұрыштары 90 градусқа тең және бір-біріне қарама-қарсы жатқан қабырғаларының ұзындығы тең екеніне тағы да көздерің жететін болады. Ал бірінші және үшінші нөмірлі фигуралар, бұлар шаршылар. Сендер олардың қабырғаларын өлшеп көріңдерші. Шаршының барлық қабырғаларының ұзындығы бірдей болады. Сол бірінші және үшінші фигураны, яғни шаршыларды дәптеріңе сызып көр. Сызған кезде барлық қабырғаларының ұзындығының бірдей болуын назарда ұста. Ал енді өзіңнің досыңмен, парталасыңмен бірге тік бұрышты, үшбұрыштардың нөмірін тауып көріңдер. Мысалы, мен біреуін тауып қойдым. Мына тік бұрышты, үшбұрыштың мына бұрышы 90 градусқа тең болып тұр. Сен мына үшбұрыштардың ішінен тік бұрышты тағы да бір үшбұрышты таба аласың ба? Тапқан болсаң, оның нөмірін жазып, дәптеріңе сызып ал. Сосын балалар, өткен сабақтарды тағы да пысықтаймыз. Амалдарды орындайық. Тәулікке тәулікті, сағатқа сағатты қосып, баған түрінде есептеуді сен білесің. Ал үлкен өлшемдерді, мысалы дециметр, сантиметрге айналдырып, азайту немесе оны кіші өлшем бірліктеріне түрлендіріп алып қосу бізге ыңғайлы екенін сендерге мұғалімдерің айтқан. Сосын жылға жылды, айға айды қостық. Мына 3 жыл 2 айға 4 жыл 13 айды қосқанда 7 жыл 15 ай шықты. Ал 15 айды біз жылға түрлендіретін болсақ, 8 жыл 3 ай болады. Өйткені 12 ай ол 1 жылды құрайды. Сосын тағы да үлкен өлшем бірліктерін кіші өлшем бірліктеріне түрлендіріп алып, азайту, қосу амалдарын орындауды сен жақсы білесің. Балалар, сосын үй тапсырма ретінде сендер барлық бұрыштары тік төртбұрыш, 2 тік бұрышы бар 4 бұрыш, барлық бұрыштары сүйір болатын 3 бұрыш сыза аласыңдар ма? Егер сызсаңдар, оны достарыңа, мұғалімдеріңе, аналарыңа көрсетіп, тексертіп алып, дұрыс екеніне көз жеткізіңдер. Сосын мына фигураларды мына ретпен орналастыр дейді.
тік төрт бұрышты бірінші, тік бұрышты үш бұрышты екінші, бес бұрышты қоямыз, сосын ең соңына дөңгелекті қойып көреміз. Қандай сөз шықты? Тамақтану деген сөз шығады, сосын сен дұрыс тамақтану дегенді қалай түсінесің? Сол сұрақтың жауабын пікірге жазып қалдырсаң, мен саған кері байланыс жасайтын болам. Сонымен балалар, сендер бүгін осы сабақта фигураларды маңызды белгілері бойынша жіктеуді үйрендіңдер. Сосын тік төрт бұрыштың барлық бұрыштарының 90 градусқа тең болатынын білдіңдер. Және тік төрт бұрыштың бір-біріне қарама-қарсы жатқан қабырғаларының ұзындығы бірдей болатынын білдіңдер. Шаршылардың барлық қабырғаларының ұзындығы бірдей болатынын білдіңдер. Және тік бұрышты үш бұрыштың тік бұрышын табуды үйрендіңдер. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.